Осы әлем әбден бозылған деген сезім сізде болды ма? Оның қандай да бір жері дұрыс емес сияқты болып көрінеді ме? Кейде мен қалжырап, шаршағандай боламын. Әлде бір нәрсені ұмытып жүрген сияқтымын. Мәселе неде, және біз оны қалай түзей аламыз? Әуел баста Құдай әлемді жаратқан кезде, әлем мейірімділікке толы болған және өмір мен сұлулықтың қайнар көзі болып табылады. Онымен біздің әрдайым қарым-қатынаста болғанымызды қалады. Алайда, біз өз қалауымызды тыңдап, Құдайға қарсы шыға отырып, одан алыстадық. Әлем бұзылды, және онымен бірге біз де бұзылдық. Бүгінде біз Құдайға немқұрайлы қарап, оның өсиеттеріне қарсы шығуымыз арқылы, оның көңілін қалдырып, ренжітудеміз. Киелі жазба мұны күнә деп атайды. Бірақ біздің жүрегіміздің ниеті біздің әрекетімізге қарағанда маңыздырақ. Біздің күнәлі болмысымыздың қалауымен жасаған әрекетіміздің нақ шешімі өлім. Біздің қайнар көзіміз өмір, мейірім және қарым-қатынастан ажырауымыз. Біз күні, ұят, қорқынышты бастан кешкенде осыны сезіне бастаймыз. Біз бос кеудемізді толтырып, толыққанды өмір сүруді қатты қалаймыз. Осыған жетуіміз үшін біз әртүрлі діни рәсімдерді орындаймыз, немесе қандай да бір игі істер жасаймыз. Сонымен қатар, біз өмірді сәттіліктен, қарым-қатынастан іздейміз, немесе кеудеміздегі жараны жамап, бос орындарда басқа нәрселермен толтыруға тырысамыз. Бірақ қалай әрекет етпесек те, күнәнің құлдығынан бізді еш нәрсе босата алмайды, және өмірімізді қайта қалпына келтіре алмайды. Күнәларымыздың кесірінен біз киелі Құдайдан мәңгілікке ажырадық. Егер тарихымыз осымен аяқталғанда, біз үшін бұл үлкен апат болар еді. Алайда, Құдай бізді сүйеді. Сондықтан осы тығырықтан шығудың амалын ол өзі қамтамасыз етті. Әуел бастан-ақ бізді құтқаруға деген оның жоспары болды. Ол біздің ата-бабаларымызға мұны алдын ала білдірді. Тауратта құдіретті Құдай Ыбырайымды адал және сенімнің атасы ретінде қарастырады. Ыбырайым Құдайға мойынсұнғандықтан өз ұлын құрбандыққа шалуға дайын болды. Оның бұл әрекетін Айд аль-Адха құрмет тұтты. Бірақ Құдай араласып, Ыбырайымды ұлының орнына құрбандық тоқтысымен қамтамасыз етті. Ол аса әділетті болғандықтан, біз өз күнәміз үшін өлімге және одан ажырауға лайықпыз. Бірақ Құдай бізді сондай сүйгендіктен, біздің онымен тығыз қарым-қатынаста болып, мәңгілік өмірге ие болғанымызды қалайды. Біз Құдайдың рахымымен Иса Мәсіх арқылы мәңгілік өмірге ие бола аламыз. Құдіретті Құдай Ыбырайымның баласын керемет тоқтымен алмастырғандай, адамзаттың күнәсі үшін Иса Мәсіхті ұлы әрі құнды құрбандық ретінде жіберді. Осы арқылы адамзаттың қорқынышты күнәсінің құны төленді. Құдіретті Құдай біздің бөлінген әлемде мінсіз өмір сүруіміз үшін адам кейпінде Иса болып келді. Біздің масқара істеріміз бен күнәміздің құнын айқыштап өтеді. Біз лайық болған жазамен өлімді өзіне алды. 3 күннен кейін ол өлімді жеңіп қайтадан тірілді. Біздің онымен қарым-қатынасымызды қалпына келтіріп, мәңгілік өмірге ие болуымыз үшін ол өзі бізге жол ашып берді. Құдай осыны Иса Мәсіх арқылы сіз үшін жасағанына сенім артатын болсаңыз, ол сіздің ұятыңызды құрметке, айыбыңызды әділдікке, қорқынышыңызды батылдыққа, жиіркенішті істеріңізді тазалыққа алмастырады. Бұл сыйды өз күшімізбен иемдене алмаймыз. Мұны біз үшін Құдайдың өзі рақыммен жасағанына сенуіміз қажет. Киелі жазбада бұл туралы былай дейді: күнәнің беретіні мәңгілік өлім. Құдайдың беретін тегін сыйы иеміз Мәсіхпен байланыстағы мәңгілік өмір. Бірақ сіз бұл сыйды тек оны қабылдағанда ғана ала аласыз. Сіздің өміріңізді мұна 2 шеңбер арқылы көрсетуге болады. Мына шеңберде сіз Иса Мәсіхке өміріңіздің ортасында болуға мүмкіндік бересіз.
оның құрбандығына, әділдігіне сену арқылы Құдайдың сізді қабылдағанын түсінесіз. Бұл шеңбер өмір және үміт алып келеді. Ол сіздің Құдаймен қарым-қатынасыңызды қалпына келтіреді. Бірінші шеңбер Құдайдан алыстаған және бөлінген өмірді көрсетеді. Егер сіздің өміріңіз Исаға орын жоқ шеңберге ұқсас болса, және сіз Исаны өміріңізге шақырып, екінші шеңберде көрсетілгендей Құдаймен жаңа өмірді бастағыңыз келсе, онда Құдайға сыйыныңыз. Құдайға сыйыну, яғни дұға ету дегеніміз. Жай ғана Құдаймен сөйлесу. Сіз бұлай деп сыйынсаңыз болады. Иеміз Иса, мен саған мұқтажбын. Менің күнәларымның құнын өтеу үшін айқы шағашта құрбан болғаныңа рахмет. Мен сенің өлімнен қайта тіріліп, және өлімді жеңгеніңе сенемін. Мен күнәһар екенімді мойындаймын, және сені менің құтқарушым деп қабылдаймын. Менің күнәларымды кешіріп, жүрегіме еніп, мені өзіңнің ұлың ретінде қабылдағаның үшін рахмет. Бүгіннен бастап, әр күні сен үшін өмір сүргім келеді. Осы әлемде сен үшін әділ өмір сүруге мені үйрете көр. Аумин.